Осы үйдің оқымаған электригі, повары, врачы, уборницасы шаштаразы мен. Ал енді бүгінгі менің жұмысым мына қыздың шашын қиямыз. Ол үшін бізге не керек? Шаштаразбын, бірақ құралдарым жоқ. Сондықтан қызымды сық етіп киіндіріп аламыз да магазинге қарай жол тартамыз. Магазинге барып бритваның 10 штугін аламыз. Бұлар өтпей күйдіреді, сондықтан көп алдым. Солай керек жарағымызды алып аламыз. Ең бастысы сол бритвамызды алып алдық қой. Сол бритвамызды алып алдыққа үйге қарай зытамыз. Солай үйге келіп шаштараздың орнын дайындаймыз. Ол үшін бірінші кілемді сырғытып домалақтап жинап тастап, қызымның тамақ ішетін, шай ішетін столын отырғызып қоямыз да, осыған отырғызып аламыз. Өйткені менде басқа стол жоқ. Керек жарақтарын осылай дайындап аламыз да, қызымызды отырғызып бастаймыз. Осыны 2,5 сағат алған шығармын. Кішкентай шаш дейміз ғой, бірақ сонда да осыны қыздың шашын 2,5 сағат алдым ғой. Ал енді бәріңізді мазалап жатқан сұрақ шығар, неге машинкамен алмайды деп жатқан шығарсыздар. Біз осыған дейін машинкамен алып келдік, тек 40 мыңнан шығарар кезде үйден алдық та, ал былай қыздың шашын салонға барып салоннан алатынбыз. Бұл салоннан шықпайды десең. Ал енді бұл жолы машинамен емес, қолмен алам деп шештім. Өйткені қызымның шашы мүлдем жып-жұқа болып кетті. Арасы сирек, сол үшін осылай алуға тура келді. Мына қызды алдап отырғызам деп сөйлейім деп аузым талды, қолым талды, белім талды, талмаған нәрсем қалмады. В общем, не керек, барлық энергиям бетіп қалды мына қызға сөйлейім деп. Бұйырса алда жасайтын бір жас тойымыз бар. Қызымыздың әлі тойын жасаған жоқпыз. Сондықтан оған дейін өсетін шығар. Енді бірақ әкесі шашын қима деп жүрген. Бүгін айтпай қиып тастадым. Әкесі жұмыс кезінде әкесінен әбден ұрыс естідім. Қойшы, аман болса басы тағы өсер, шашы деп мақалдап жауап беріп едім. Әкесі үндемей қалды. Әкесі түгіл өзіміздің де көзіміз үйренбей жатыр. Енді өзі де айнаға қарап қызық көріп жүр. Солай біздің шашымыз дайын. Воля. Тұрмыз осындай болды енді. Қалай екен енді шаштараздың өнерін бағалап дейм ба не дейм. Енді шаш қалыңдатудың басқа қандай тәсілі бар білмеймін осыдан басқа. Ал егер де видео ұнаса, тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Белсенді болып отырыңыздар. Всем пока.